Балалар, партия деген әдісті ойнайтын болады. Бұл әдісті мен үйден бірінші компьютерге шығарып алып келдім. Және оның арғы бетіне бағалау суретін және мәтінді қойып көрдіңіздер ме? Яғни бізде бұл тапсырманы аламыз да қайшылық көрмейтін майдалы қиып аламыз. Сонда бізде мынандай кішігірім қима қағаздар пайда болады. Осы қима қағаздарды мынандай ақ салафанның үстіне клейді пайдалана отырып бір-біріне жабыстырып құрастырады. Бірінші топ соңғы тапсырмасына келді. Аха. Алда екі есебі қалды енді, иә? Дұрыстап қараймыз. Яғни сөзге қоямыз, бол орнатамыз, жылдамдатайық. Бізде болды дейме есептеріңіз аға? Үшінші топ бізде аяқтады, ал екінші топ ше? Екінші топ аяқтап қойған, болды ғой, ал олай болатын болса, алдағы қима қағаздарыңызды жоғары қарай көтеріңіздерші, енді дұрыс жауабын тексереміз. Дұрыс жауабын тексеру үшін арғы беттегіні қараңыздар. Арғы бетін көрсетші кәні. Сіздер тапсырманы өте керемет орындадыңыздар дейді. Яғни сурет барлығы өз орнында тұр ма? Жақсы. Мына тапсырмада шығарғандарымыз барлығы дұрыс. Және үшінші топтікі де барлығы дұрыс. Яғни сіздер тапсырманы өте керемет орындадыңыздар.